Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен әдеттегідей Бақтыгүл. Бүгінгі видеода сіздермен осындай әдемі әрі қол жетімді заттармен тез жасалатын салат түрін көрсететін боламын. Сол үшін арнамнан алыстамаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге бұл салатты дайындау үшін біздерге осындай қияр қажет болады, және 2 қызанақ, осындай икра қажет болады. Және де осындай майонез и осындай 2 дана жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен біздер қиярымызды дұрыстап, сыртын ашып, тазалап аламыз. Сыртын жақсылап тазалап алғаннан кейін осылай қиярымызды турап, кубиктап турап аламыз да, дайындап қойған тәрелкемізге салатын боламыз. Осылай әдемілеп, кубиктап турап аламыз. Достар, менің арнама тіркеліңіздер, қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Мен алдағы уақытта сіздермен осындай оңай әрі қол жетімді, дәмді осындай тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін де төмендегі подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп алыңыздар. Осылай қиярымызды турап, содан кейін осындай қызанағымызды алып, осы қызанағымызды қияр секілді кубиктап турап аламыз. Осылай помидорымызды турап алғаннан кейін қиярымыздың қасына әдемілеп саламыз. Келесі осылай жұмыртқамызды да дәл солай кубиктап турап шығатын боламыз. Жұмыртқамызды турап алғаннан кейін осылай помидорымыздың қасына саламыз. Осылай әдемілеп салатын боламыз. Мінекей, салатымыз осылай әдемі болып шығып жатыр. Ендігі кезекте қасына өзіміздің икраны салатын боламыз. Икрамызды салып, ортасына майонезімізді құямыз. Бізде осындай әдемі әрі қол жетімді 4 заттан жасалатын салатымыз дайын болды. Кез келген уақытта осылай асығыс кезде осылай тез дайындап жіберсеңіздер де болады. Бұл салат жеңіл, әрі қол жетімді, әрі дәмді салат. Өзім осы салатты үнемі жасаймын. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақыттарда мен сіздермен осындай пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.